Мақтаншақтар. Ертегі. Ертеде бір кісінің ауласында үй жануарлары жиналып, кім мықты деген сұраққа жауап іздеп дауласып қалыпты. Әңгімені әуелі күшік бастады. Сендердің бәрің менен әлсізсіңдер. Қожайын мені мына сендерге бас көз болсын деп асыраған. Мен үй жайды қорғайтын нағыз батыр жануармын. Менің ата-бабаларым қасқыр болған. Мен нағыз бөрінің ұрпағымын. Осыны естіген мысық былай деп мақтанды. Сен қорқау қасқырдың ұрпағы болсаң, менің бабам барыс болған. Ал жер бетінде ең айбатты жануар барыс екенін бәрі білет. Сондықтан батыр да, қайсар да менмін. Екеуінен қалыспайын деп, сол кезде әтеште сөзге араласты. Бірің барыстың, бірің қасқырдың ұрпағы екенсіңдер. Онда менің арғы атам айдаһар болған десем сенбейсіңдер-ау. Заман өзгеріп кішірейіп қалғанымыз болмаса, бабамның күші менің қанымда әлі де бар. Сондықтан ең батыр жануар менмін деп мақтанды әтеш. Құлыншақ айтты. Менің әкем ешкімге дес бермейтін бәйгенің тұлпары болған. Атам көкпарда жүлде бермес нағыз сәйгүлік болған. Арғы атам жауға қарсы тұрған батырдың арғымағы болған. Ендеше ең батыр, ең мықты жануар менмін. Осы кезде үйден ұзын таяғын ұстап алған кішкене бала жүгіріп шықты. Таяғын олай да, бұлай да сермеп сотқар бала жануарлар жиынының қақ ортасына келе қалды. Алдымен әтеш «Ку-кари-ку, қашыңдар!» деді. Күшік қыңсылап үйшігіне кіріп кетті. Мысық мияулап шатырға қашты. Құлыншақ кісінеп енесінің бауырына тығылды. Жаңа ғана ата-бабасының мықтылығымен мақтанып тұрған жануарлардың ішінде ең батыры кім екені белгісіз күйінде қалды.